Қазақ еліне плюс бір отбасы Нұрдәулет үйленуге сөз салды. Сүйінші ағайын Қосылайық жобасындағы кезекті екінші той. Қосылайық жобасына Қырғызстаннан арнайы шақырылған қатысушы қызымыз Аида Нұрдәулетке тұрмысқа шыққалы жатыр. Нұрдәулет Аидаға ауырып қалдым деп пранк жасап, студияда үйленуге ұсыныс жасады. Қызымыз Аида қалжыңдап жоқ десе, әрине иә деп жауап берді. Ақырында Нұрдәулет ұлымыз Аидаға үйленуге шешім қабылдады. Көптен күткен қазақ елі мен қырғыз елінің дүркіреген тойы басталғалы тұр. Сонымен қатар Нұрдәулет Ханзада тікелей эфирде той күнін айтты. Яғни 2 айдан кейін Нұрдәулет пен Аида шаңырақ көтереді. Мұны естіген Аида қызымыз тойға әлі ерте емес пе деді. Бірақ Нұрдәулет Аиданың анасымен той туралы ақылдасқан болатын. Алайда Аиданың әкесі бұл жаңалықтан хабарсыз. Аида қызымыз мұны әкем естісе жылап жібереді деді. Телекөрермендер мен желі қолданушылары қызымыз Аида мен ұлымыз Нұрдәулетке бақытты болыңдар, бақыт тілейміз деп жарыса жазды. Кейбір желі қолданушылары неге асығасың, тез ұрысып қалып жүрсіңдер, ойланып бір шешімге келерсің деп жазды. Естеріңізге сала кетейік, Аида мен Нұрдәулеттің бірге жұп болғандарына 7 ай болды. 7 ай бойы олар махаббаттың көптеген тәтті сәттерін, тіпті қиындықтарды бастан өткерді. Әрине олар ұрысып қалса, бірінші қадамды қызымыз Аида жасап, Нұрдәулетпен татуласуға тырысар еді. Нұрдәулет қатал мінезінен тез ашуланады. Олар жазда ұзақ уақыт екі жаққа кетті. Тіпті Нұрдәулеттің өзі жаңа Қосылайыққа қатысушы ретінде келіп, өз үміткерін күткен болатын. Көп ұзамай қызымыз Аида мен Нұрдәулет татуласты. Ал ол екеуі эфирде қол ұстасып қайта қосылғаны жайлы айтты. Аида қызымыз Бішкектен Алматыға келіп, Ханзада байқауының әр сайысында Нұрдәулетті қолдап отырды. Ал Нұрдәулет қазақ елінің ғана емес, қырғыз телекөрермендерінің де сеніміне ие болып, байқау қорытындысында Ханзада атанды. Бір күннен кейін ол Аидаға үйленуге ұсыныс жасады. Аида мен Нұрдәулетке бақыт тілей отырып, өмірлерінің ең маңызды күнімен құттықтаймыз.